Сәлеметсізме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысқаша көбейту формулалары. Бұл қысқаша көбейту формулалары 7 формуласы бар, бірақ біз бүгінгі ең басындағы формулаларды пайдаланамыз. Оқып отырамыз. Екі өрнектің қосындысының квадраты, екі өрнектің айырмасының квадраты және екі өрнектің квадратының айырмасы формуласын қолданамыз. Бірінші формула екі өрнектің қосындысының квадраты ол былай айтылады. Бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратына. Екінші формула екі өрнектің айырмасының квадраты. Ол деп отырғанымыз бірінші өрнектің квадраты азайту екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылу екінші өрнектің квадраты болады. Үшінші формуласы бұл деп отырғанымыз екі өрнектің квадратының айырмасы ол тең болады. Сол өрнектердің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісіне тең болады. Қазір осы формуланы пайдаланып есепте қолданамыз. Бірінші есебіміз екі өрнектің қосындысының квадраты болып тұр. Бұл бірінші формулаға келеді. Бірінші формуладағы А-ның орнында бізде М тұр, В-ның орнында 4 тұр. Сонда бірінші өрнегіміз М-ға тең, екінші өрнегіміз 4-ке тең болады. Бірінші формуланы пайдаланамыз, жазып отырамыз, айтып отырамыз. М-ның квадраты, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты болады. Әрі қарай шығарамыз. Енді М-ның квадраты өзі жазылады. М-ның квадраты қосылған 2 мен 4-ті көбейтіп аламыз, 8М болады. 8М қосылған 4-ті квадраты 16 болады. Бірінші есеп осылай шығады. Екінші есеп ол екінші формулаға келіп тұр. Екі өрнектің айырмасының квадраты болып тұр. Бұнда бірінші өрнегім А-ға тең, екінші өрнегім 3-ке тең болады. Бұл деп отырғанымыз бірінші өрнектің квадраты алынған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратына болады. Ары қарай А-ның квадраты өзі жазылады. Минус ары қарай көбейтеміз 2 мен 3-ті көбейтеміз 6А болады. Қосылған 9 болады. Осылай шығарады есепті. Келесі үшінші есеп. Енді бұл мынадай жағдайға келіп тұр. Деп қараймыз. Бұл жерде 9А-ның квадраты алынған 25В-ның квадраты болып тұр ғой. Бұл жерде қарайсыздар. 9 дегеніміз 3-тің квадраты, 25 дегеніміз 5-тің квадраты. Бұл үшінші формуладағы 10 жағына келіп тұр. Қазір содан біз сол жағы шығармауымыз керек. Сол жағы келіп тұр, біз қазір 10 жағына шығармауымыз керек. Мынаны екі формуламен, екі жақшамен ашамыз. Сонда ол қалай жазылады? 3А алынған 5В. Енді осының қосындысы болады. 3А қосылған 5В болады. Сонда бұл уже үшінші формулаға келіп тұр. Ағайындар төртінші есепте енді мынаны былай істеп жату ыңғайсыз болады. 25-дің квадратын азайтам 45-дің квадратын, 50-дің квадраттарын таба бермейміз. Бұл деп отырғанымыз тағы бұл үшінші формула келеді. А-ның орнында сіздерге 55 тұр, В-ның орнында 45 тұр. Қазір осыны жазамыз. Ол қалай жазылады? 55 алынған 55 қосылған 45 деп жазамыз. Мен осылай екі шақшаға алып жазып аламыз. Сонда А-ның квадраты минус В-ның квадраты деген сияқты болады. 55-тен 45 аламыз, 10-ға көбейтеміз. 55-ті 45-ке қосамыз, сонда ол неше болады? 100 болады. 100 болады. 100-ді 10-ға көбейтеміз, 1 болады. Осылай ең оңай жолы осылай болады. Формуланы білсек, ең оңай жолы шығарып болады. Ары қарай 5-ші есепте енді мынаны кішкене ойланамыз. 41-дің квадраты алынған 31-дің квадраты осы сияқты болды. Сонда орында осылай жазылуға болады. Қалай жазамыз мынада? 41 азайту 31 және 41 қосу 31 тең болады. 41-ден 31-ді аламыз, 10 болады, көбейтеді. 41-ді 31-ге қосамыз, сонда 72 болады. 10-ды 72-ге көбейтеміз, 720 болады. Міне ең оңай тәсілі осы болады. Бұл есептердің кейбір есептер, ОБТ-дан есептер осындай пайдаланып жатамыз. Көбіне мынадай түрлері келіп жатады.
соны балалар білу керек. 55-ің квадрат алған 45 квадрат дегенде кейбір балалар былайша тастатады. 55-ің квадратын тауып алып, 45 квадратын тауып алып, одан кейін барып мынаяқтарға олай емес, оны формула білсек, бірден осыны пайдалануға болады. Енді өздеріңізге енді мәлімет сынған жерге болады сіздерге. Өз беттеріңізбен өздеріңіз шығарып көріңіздер. Егер бірден қараймыз. 4 дегеніміз 2-ның квадраты, 49 дегеніміз 7-ның квадраты. Ендеше ол мына үшінші формулаға келеді екен. Одан кейін екінші есепте уже өзі екі жақшамен беріліп тұр, мына 10 жағы сол жағына келтіре саласыңдар. Сонда ол m-ның квадраты алынған 9 деп жазып алады. Мынаны 37-ның квадраты алынған 23-ның квадрат дегенде жаңағыда екі жақшамен мына үшінші формулаға келтіруге болады екен. Осылай есептеуге тапсырма осылай алғаныңызға болады.